Excel for Kazakhstan, grade 6 students book. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін 55-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 2B. What is the author's opinion? Find evidence in the text. Автордың ойы қандай? Текстте іздеп табамыз. Text home remedies үй жағдайында қалай емделеміз? Үй жағдайында үйде не бар, сонымен емделуге болады. Лимон, бал, имбирь, шоколад сияқты табиғи өнімдермен емделуге болады екен. See, which remedies do you know about? Which do you think are strange? Tell your partner. See, бұл жаттығуда қандай дәрілерді білесің, е? Which do you think are strange? Қайсысы саған бір түрлі қызығырақ? Өзің досыңмен сөйлес. Anna, Tom, do you know any good remedies for when you have a cold? Сен суықтап қалған кезде қандай дәрі қолданасың? Tom, well, I usually drink hot tea with honey. It always helps me. My throat feel better. What about you? Мен әдеттегідей ыстық шай балмен ішемін, ол тамағыма көмектеседі. Ал сен ше? Oh, I drink tea too, but my grandmother told me something strange. She says if you have a cold, you should put a sock on your head and sleep with it on. Мен де шай ішемін, бірақ менің әжем айтады, егер суықтаған болсаң, сен носкиіңді басыңа киіп ал дейді. Том күліп жатыр. Wait, what? A sock on your head? That sounds really strange. How does it help? Күліп жатыр, Том, тоқта, қалай сонда? Носкиді басыңа кисің ба? Ол өте қызық біртүрлі екен. Ол қалай көмектеседі? Anna, I don't know. She says it helps the cold go away faster. But it sounds funny, right? Мен білмеймін, бірақ тезірек жазылып кетесің дейді. Бірақ қызық екен, күлкілі өзі. Солай емес пе? Tom, yeah, I think I'll start with my tea. I don't want to wear socks on my head. Мен ойымша, мен шайымды ішіп жалғастыра берейін. Мен ондай шоқты басыма кигім келмейді. Fair enough, but my mom also uses a remedy with garlic. She says if you put crushed garlic under your pillow, it helps you sleep better. Түсінікті, келісемін. Менің анам ауырғанда сарымсақты қолданады. Ол айтады, егер сарымсақты жастықтың астына қоятын болсаң, солай жақсы ұйықтайсың дейді. Tom, garlic under your pillow? That sounds even stranger than the sock idea. How does that work? Жастықтың астына сарымсақты? Ол қалай? Қызық екен. Шұлықтың идеясымен де қызық екен. Ол қалай жұмыс жасайды екен? Anna, I don't really know, but she swears it helps her sleep like a baby. Maybe it's just because it smells strong. Мен білмеймін, бірақ ол ұйықтағанға жақсы екен. Кішкентай бөбе сияқты ұйықтап жатасың. Мүмкін иісі жақсы болар. Tom, well, I guess everyone has their own way of feeling better, but I think I'll stick with my tea and maybe some rest. Әркімнің өзінің емделетін жолдары бар. Бірақ мен өзімдікке қала берейін. Ыстық шайымды ішіп, сосын демаламын. Exercise 3. Feeling lemon, nasty, sore, cough, stomach good. Үшінші жаттығуда осы сөздерді тиісті орындарға қоямыз. Біріншісі cough syrup, жөтел сиропы, lemon juice, лимон шырыны, stomach ache, іш ауыру, sore throat, тамақ ауруы, tastes good, дәмі жақсы, nasty cough, жаман жөтел. Exercise 4. Create a digital presentation summarizing the text. Health. Төртінші жаттығуда health деген тақырыбына мәтін құрастыру.
Бұл мәтінде денсаулық туралы айтылған. Кем дегенде 10 рет басымыз ауырады бұл өмірде. Бұдан қалай құтыламыз? Біріншіден бізге витамин С керек, лимон шырынын ішу керек. Тіс ауырған кезде ваниланы қолданамыз. Іш ауырған кезде имбир шайын ішеміз. Тамақ ауырған кезде балмен шай ішедікеміз. Ал шоколад біздің тамағымызға көмектеседі екен. Осылай мәтінді құрастыруға болады. Exercise 5. Complete the sentence with the balances. Exercise, stage, sugary, junk, take, lose. 5-ші жаттығуда мына сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Тиісті сөздерді таңдап. Try to exercise every day for at least an hour. Кемінде күніне 1 сағат 2 сағат жаттығу жасау керек. The second, have balanced diet. Eating healthy can make you feel better and you may also lose weight. Дұрыс тамақтансаң, жақсы сезінесің өзіңді. Салмақ тастауында мүмкін. The fourth, take short breaks when you feel tired or stressed. Қатты шаршағанда кішкене үзіліс ал. The fifth, don't drink sugary drinks. Тәтті сусындарды ішпе. Don't stay up late at night. Eat too much junk food. Түнде кеш жатпа. Зиянды тамақтарды көп жеме. Exercise 6. Complete the text messages. Use hot, sour, get rid, drink, help, cold, better. Берілген сөздермен хатты толтырамыз. Sorry that you have got a cold. Why not have a cup of hot tea with a lemon? It will help get rid of it. Кешіресің, сен ауырып қалғансың ба? Суық тиіп қалған ба? Неге ыстық шай лимонмен ішіп алмайсың? Тез жазылуыңа көмектеседі. Still got a sore throat? You poor thing. Honey can help. Add a teaspoonful to a glass of hot water and drink slowly. You'll feel better right away. Сенің тамағың әлі ауырып жатыр ма? Бал жақсы көмектеседі. 1 стакан ыстық суға шай қасықпен 1 балды қосып, жаймен ішіп ал. Өзіңді жақсы сезінесің сосын. Ауруың тез қайтады. Exercise 7. What is wrong with Sam? What does Anne advise him to do? Listen and read to find out. 7-ші жаттығуда Сэмға не болған? Anne Сэмға қандай кеңес берді? Тыңдалымды тыңдап, диалогты оқимыз. Hi Sam, are you okay? Hello Anne, I don't feel very well. What's wrong? I have a terrible headache. Poor you. Why don't you drink some lemon juice with the warm water? Сәлем Сэм, сенде бәрі жақсы ма? Сәлем Anne. Өзімді жаман сезіп жүрмін. Не болды? Басым қатты ауырады. Байқұс-ай, неге сен лимон шырынын ішпейсің жылы сумен? Sam has a headache and advises him to drink lemon juice with warm water. Сэмнің басы ауырды. Анна оған лимон шырынымен жылы сумен ішіп ал деп кеңес берді. Exercise 7b. In pairs, use the ideas below to act out a similar dialogue to the one exercise 7a. 7-ші жаттығудың 5-інде астындағы берілген сөздерді қолданып, 7-ші жаттығудың A жаттығуында осы сияқты диалог құрастыру керек. Мысалы, мынандай диалог. Анна: Tom, I don't feel so good. I have a cough and my throat is sore. Том, мен өзімді жақсы сезініп тұрған жоқпын. Тамағым ауырып тұр. Және жөтел бар. Tom: Oh no, for a cough, you should take some cough syrup. It will help you feel better. О, жоқ, сенің жөтеліңе жөтел сиробын ішу керек. Ол саған көмектеседі. Жақсы сезінетін боласың. Anna: Thanks, I'll try that.
My throat also really hurts. What should I do for that? Рахмет, мен ішіп көремін. Тамағым қатты ауырып тұр. Не істесем болады? Tom, for a sore throat, you should have a warm drink, maybe warm water with honey or some tea. It will help soothe your throat. Тамағыңа жылы су керек. Шай мен балды араластырып ішу керек. Жақсы көмектеседі. Қайтарады. Anna, that sounds nice, but my stomach also hurts a little. What can I do for that? Жақсы, бірақ мен ішімде ауырып тұр кішкене. Не істесем болады? Tom, for a stomach ache, try drinking ginger tea. It's really good for your tummy and helps calm it down. Ішің ауырған кезде имбір шайын іш, ол өте көмектеседі. Тамағыңды басады. Anna, thanks Tom. I'm going to try all those things. Hopefully, I'll feel better soon. Tom, we're welcome. Anna, take care and get lots of rest too. Рахмет, Том, осылардың бәрін мен жасап көремін. Жақын арада өзімді жақсы сезініп, жазылып кетем деген үміттенемін. Том, оқасы жоқ. Өзіңе қара, көбірек демал. Ал балалар, сабақ аяқталды. Маған лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Goodbye, bye bye, see you soon.